Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен біз пюре жасайтын боламыз. Мен өзім жасап жүрген пюренің рецептімен бөлсем, қазір қалай жасалу жолдарын көрсететін боламын. Алдымен осылай пюремізді, картошкамызды, то есть асыл аламыз. Азғантайлап осындай шай қасықтай ғана тұз саламыз. Көп салудың қажет жоқ. Картошкамыз жемендеп қайнай беру қажет. Бұлқылдап. Қатты ашпаймыз астын, қатты қайнатпаймыз. Піскенше осылайша қайната береміз. Бетін жауып қоямын. Мінеки картошкамыз піскен. Вилкамен осылай піскенін байқаймыз. Енді оттан ажыратамыз. Міне картошкамызды енді кішкене суға қоя тұрамыз. Аздап суыған соң, міне мына ішіндегі суын жартысын ғана төгетін боламыз, жартысын алып қаламыз. Міне мен қазір судың 3/2 бөлігін мұз қатысқа құйып аламын. Сөйтіп, картопымыздағы судың кішкентай бөлігін өзінде қалдыратын боламын. Ал енді картопымызды мен қазір еземін. Езгілеп ұратын боламын. Өзінің суында, яғни мен ешқандай сүт қоспаймын. Өзің картоптың асылған суында езетін боламын. Сол кезде картопымыз өте дәмді болып шығады. Пюреміз өте дәмді болып шығады. Әбден езгілеп аламыз. Картопымыз әлде де қоюлау. Қазір мен бұған сармай қосатын боламын. Мінекей мен сармай қосамын. Сармай білетін болсаңыздар, пюреге өте керемет дәм береді. Қазір өте дәмді болып шығады сармаймен пюре. Сармаймен қосып ұрғыштап еземіз. Сармайымыз еріп болды астында. Тағы да ұрғыштаймыз. Егер сіз пюрені жасап көрмеген болсаңыз, қалайша өте дәмді пюре жасауға болады деп бас қатырып жүрсеңіз, осы рецептпен жасап көріңіз. Өте дәмді болып шығады. Пюреміз әлде де міне көріп тұрсыздар. Осы қалыпқа келді кішкене. Қазір көрсетемін. Артық тұз да салмадым. Тұзы бәрі орнында. Бірақ сіз дәмін көресіз, яғни тұзы кемдеу болса, кішкене осы жерде тұз қосып жүрсеңіздер болады. Мына пюре әлі де қою, бұдан да кішкене сұйықтау пюре алам десеңіздер, жаңағы картоп суымыздан, қайнаған суымыздан кішкене тағы да үстіне аздап қойып жүрсеңіздер болады. Бізде пюре, яғни білесіздер, тез қоюланып қалады. Сол себепті аздап су құйсаңыздар ештеңе етпейді. Бұл гарнир пюрені гарнир ретінде бере беруге болады. Сонымен қатар пирожкидің құрамына да қоссаңыздар болады. Мен тек қана осындай пюре жасаймын. Басқаша пюре жасамаймын мен.
тек осы рецептті ғана пайдаланамын. Өте ұнайды маған. Ешқандай сүттің, жұмыртқаның, басқасының қажеті жоқ. Май болса болды, дәмін шығаратын. Сосын қайнаған кәдімгідей картоптың қайнаған өзінің суы. Картоп қайнаған су.